Қайырлы күн бәріңізге. Бүгін сіздермен тура кефседағыдай тауық аяқтарын және наггетс жасаймыз үй жағдайында. Ол үшін бізге филе керек. Филені осы видеодағыдай турап аламыз. Бұдан біз наггетс жасаймыз. Каналға тіркеліп, подписаться және қоңырауша кнопкасын басып отырыңыздар. Міне видеода көріп тұрғандай осылайынан турап алдым. Енді бізге тауықтың аяқтары керек. Тауықтың аяқтарын жуып, тазалап, осы ыдысқа салып алдым. Үстіне жәнегі туралған филені қостым. Екеуін бірге мариноваттаймыз. Мариноваттау үшін бізге бірінші паприка керек, сосын ашты қызыл бұрыш керек, және қара бұрыш және аджика керек бізге. Осылардың барлығын қосып шығамыз. Сосын бұны біз бір күнге холодильникке қойып қоямыз. Үстіне су құямыз. Сумен бірге бір суткадай холодильникте тұрса өте ашты шығады. А егер асықсаңыз 1-2 сағатқа қоюға да болады. Міне бір күннен кейін мен тауықтарды холодильниктен шығарып, онға аунаттым осылайынан. Сосын суға саламыз. Бұлай істеуіміздің себебі сырты қытырлақ өте дәмді шығады, тура кефседағы тауықтардың дәмі сияқты. Енді суға малғаннан кейін қайтадан ұнымызға аунатамыз. Достар, біздің каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазыңыздар. Видеоны бірінші көру үшін міндетті түрде подписаться кнопкасын басып отырыңыздар. Енді қызып тұрған майға жәнегі тауықтың аяқтарын салып, осылайынан қуырамыз. Түрі өте әдемі, қызыл болғанша қуырып аламыз. Енді біз жәнегі туралған филеден наггетс жасаймыз. Ол үшін бізге 2-3 жұмыртқа керек, езіп аламыз. Сосын бізге панировочный сухарий керек. Бірінші жәнегі филені жұмыртқаға маламыз, сосын барып панировочный сухарийға малып, осылай духовканың ыдысына салып отырамыз. Духовканың ыдысына қағаз қойып алғандарыңыз дұрыс, және аздап майлап жіберіңіздер, табаны жабысып қалмау үшін. Міне уже бізде почти дайын. Бұдан біз наггетс дайындап жатырмыз. Енді дайын болғаннан кейін духовкаға 180 градусқа пісірамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің наггетсіміз бен тауықтың аяқтары дайын. Дәмді өте жақсы шықты.